101-ші сабақ таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаториялық есептер. Сабақтың тақырыбы табиғатты бақылау. Бірінші есеп тапсырманы орында. Жас суретшіде бояудың 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдауға болады? Түстерді әріптермен белгілеп, нұсқаларды жаз. Бізде алдымен көк түс бар. Көк түсті К әрпімен белгілейік. Келесі қызыл түс. Қызыл түсті Қ әрпімен белгілейік. Жасыл түс. Жасыл түсті Ж әрпімен белгілейміз. Және сары түс. Сары түсті С әрпімен белгілейік. Енді бізге 2 түстен таңдап алу қажет. Яғни берілген әріптерді 2-2-ден топтастырайық. Алдымен көк және қызыл түс болсын. Келесі көк және жасыл түс болсын. Және көк, үшінші сары түс болсын. Келесі қызыл түс пен көк түсті жұптастырып қойдық. Қызыл түс пен жасыл түс болсын. Және қызыл түс пен сары түс болсын. Келесі жасыл түс көк түспен де қызыл түспен де топтастырып қойдық. Демек, жасыл түсті сары түспен топтастыруымыз қажет. Демек, бізде барлығы 6 тәсіл шықты. Екінші есеп тапсырманы орында. А есебі: егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады. Берілген 4 түрлі саннан 2 таңбалы сандар құрастырайық. Алдымен 6-дан басталатын 2 таңбалы сандарды жазайық. 67, 68 және 69. Келесі 7 санынан бастайық. 76, 78 және 79. Келесі 8 санынан басталатын 86, 87 және 89. Және 9 санынан басталатын 2 таңбалы сан 96, 97 және 98. Сандарды санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, барлығы 12 сан құрастыруға болады. Келесі ә есебі: егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, онда 1, 2, 3, 4 сандарынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады. Бізде цифрлар қайталанылады. Демек, 11, 22, 33 және 44 сандарымен де 2 таңбалы сан құрастыра аламыз. Енді әртүрлі цифрлармен жазайық. Алдымен 1 санынан бастайық. 11, 11-ті жаздық. 12, 13 және 14. Келесі 2 санынан басталатын 2 таңбалы сандар 21, 23 және 24. Келесі 3 санынан бастайық. 31, 32 және 34. Және 4 санынан басталатын 2 таңбалы сандар 41, 42 және 43. Сандарды санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Демек, барлығы 16 сан құрастыруға болады. Келесі үшінші есеп тапсырманы орында. Арман суреттері бар фишканы 3 рет лақтырды. Арманда күн мен кемпірқосақ суреттерінің суретінің неше нұсқасы болуы мүмкін. Біз ең алдымен есептеуге оңай болу үшін күн мен кемпірқосақ әріптер берейік. Күнді К әрпімен, ал кемпірқосақты кемпірқосақ. Кемпірқосақты К әрпімен белгілесек, екеуі де шатасып кетуіміз мүмкін. Сондықтан Қ әрпімен белгілейік. Демек, К дегеніміз күн, Қ дегеніміз кемпірқосақ. Әрі қарай 3 рет лақтыру қажет. Демек, алдымен Арман 1-ші рет лақтырған кезде 3 рет күн карточкасы түсуі мүмкін. 2-ші рет лақтырған кезде 3-еуі де кемпірқосақ болуы мүмкін. Келесі 3-ші рет лақтырғанда 2 кемпірқосақ, 2 күн және 1 кемпірқосақ шығуы мүмкін. Ал 4-шісінде 1 күн және 2 кемпірқосақ шығуы мүмкін. Келесі 5-ші нұсқада
күн кемпір болсақ және күн шығуы мүмкін. 6-шы, керісінше кемпір болсақ күн және күн шығуы мүмкін. 7-ші нұсқада кемпір болсақ және күн шығуы мүмкін. Және 8-ші нұсқада бір кемпір болсақ, 2 күн шығуы мүмкін. Демек, барлығы 8 нұсқа болуы мүмкін. Келесі 4-ші есеп тапсырманы орында. Саяхатшы 5 баланың әрқайсысына табиғатты суретке түсіру үшін сыйға бір фотоаппараттан берді. Саяхатқа шығар алдында әр бала достарын бір реттен суретке түсірді. Оларда барлығы неше фотосурет болды? Яғни 5 баланың әрқайсысы әр бала достарын бір реттен суретке түсірді. Яғни бізде барлығы 5 бала бар және бір бала өзінің 4 досын суретке түсіре алады. Және екінші бала да дәл солай өзінің 4 досын түсіре алады. Және әр бала өзінің 4 досын суретке түсіре алса, демек 5-ті 4-ке көбейтсек 20 фотосурет болады. Келесі 5-ші тапсырма. Графикке қарап, оның сипаттамасын құрастыр. Сұрақтарға жауап бер. Қозғалыс графигі бойынша тағы сұрақтар құрастыр. Бізге графиктен жаяу жүрген туристің А пунктінен таңертең сағат 9-да 4 км/сағ жылдамдықпен жолға шыққанын анықтауға болады. 1 сағаттан соң сағат 10-да 12 км/сағ жылдамдықпен оның соңынан турист шықты. Велосипедші қай уақытта аялдады? Бірінші. Велосипедші сағат 10-да 12 км/сағ жылдамдықпен жүрген және 11:00-де аялдады. Яғни 11:00-ден бастап велосипедші аялдады, яғни тоқтады, демалды деген сөз. Екінші, велосипедші қанша уақытқа аялдады? Велосипедшінің аялдаған уақыты мінекей, яғни ол 11 мен 12-нің аралығында аялдаған. Демек, сағат 11:00 мен 12:00-дің аралығында аялдаса, демек 1 сағат аялдаған. Яғни 1 сағат демалған. Және үшінші, аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгерді? Велосипедшінің бастапқы жылдамдығы 12 км/сағ еді. Және ол аялдағаннан кейін оның жылдамдығы 22 км/сағ болды. Демек, оның жылдамдығы 10 км/сағ артты. Келесі 6-шы есеп, сызбалар бойынша есептер құрастыр. Осы есептер бойынша құрылған өрнектер нені білдіретіні түсіндір. Бұл есептер кері есеп бола ма? А нұсқасында бізге 2 жылдамдық берілген және уақыт берілген. Және 2 пункттың ара қашықтығы берілген және 2 жылдамдықтың бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалғанын білдіреді. Демек, алдымен 2 жылдамдықты қосып және 2-ге көбейткен. Демек, бізде алдымен 2 қашықтықтың аралығын тауып алу қажет. 10-ға 15 қосса 25, ал 25-ті 2-ге көбейтсек 50. Яғни 50 километр. Келесі, және осы 90-дан осы өрнекті азайтқан. Яғни 90 азайтылған 50. Бізде 90-дан 50-ді азайтсақ 40 километр. Демек, 2 сағатқа алыс кеткен ара қашықтық және бастапқы қашықтықта таптық. Келесі А есебі бізде бірінші жылдамдық белгісіз, екінші жылдамдық белгілі, уақыт және ара қашықтықтары белгілі. Алдымен біз жүріп өтілген
табайық. Ол үшін 90-нан 40-ты азайтамыз. Бізде 50 километр шығады. Яғни 50 километр бұл бізде жүріп өткен қашықтық. Енді бір-біріне қарама-қарсы, яғни кері бағытта қозғалған, демек бір-бірінен алыстау жылдамдығын табайық. Ол үшін 90-нан 40-ты азайтып, 2-ге бөлген. Яғни 90-нан 40-ты азайтсақ 50, 50-ді 2-ге бөлсек 25 километр сағат. Және бірінші қозғалушының жылдамдығын табу керек. Жалғасын да жасайын. 90 азайтылған 40 бөлінген 2 және азайтылған 10. 90-нан 40-ты азайтсақ 50, 50-ді 2-ге бөлсек 25 шықты, және 25-тен 10-ды азайтсақ 15. Демек, бізде бірінші жылдамдық 15 километр сағатқа тең. Келесі 7-ші есеп, есепте және тексер. Берілген өрнектерді баған түрінде орындайық. Алдымен 100 мыңнан 895-ті азайтқан. 0-ден 5-ті азайта алмаймыз, демек бір қарыз беріп шығамыз. 10-нан 5-ті азайтсақ 5-ке тең. Келесі 10-ның біреуі қарызға кетті, 9 қалды, 9-дан 9 азайтсақ 0. 10-ның біреуі қарызға кетті, 9 қалды, 9-дан 8-ді азайтсақ 1-ге тең. Және 100-ның біреуі қарызға кетті, бізде 99 қалды. Келесі 325.864 қосылған 546.879. 9-ға 4-ті қоссақ 13, 3 жазылып 1 ойда, 6-ға 7-ні қоссақ 13, ойдағы 1-ді қоссақ 14, 4 жазылып 1 ойда. 8-ге 8-ді қоссақ 16, ойдағы 1 мен 17, 1 ойда. 5-ке 6-ны қоссақ 11, ойдағы 1-ді қоссақ 12, 2 жазылып 1 ойда. 2-ге 4-ті қоссақ 6, ойдағы 1 мен 7, 3-ке 5-ті қоссақ 8-ге тең. Демек 870. 2743-ге тең. Келесі 306.400-ді 503-ге көбейту керек. 306.400 көбейтілген 503. Яғни 2 0-ді соңына тіркей салуға болады. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 2 жазылып 1 ойда. 3-ті 6-ға көбейтсек 18, ойдағы 1 мен 19. Яғни 1 тағы да ойда. 3-ті 0-ге көбейтсек 3, 0, ойдағы 1 мен 1. 3-ті 3-ке көбейтсек 9-ға тең. Ал санды 0-ге көбейтсек өзі шығады. Келесі 5-ті 4-ке көбейтсек 20, 0 жазылып 0 жазылып 2 ойда. 5-ті 6-ға көбейтсем 30, ойдағы 2 мен 32, 2 жазылып 3 ойда. 5-ті 0-ге көбейтсем 0, ойдағы 3 пен 3, және 5-ті 3-ке көбейтсек 15-ге тең. Қосайық, 0-дің өзі түсек 0, 2, 9, 1, 1, 4 және 15. Демек шешім 154.119.200 шығады. Келесі 968-ді көбейтеміз 547-ге. 7-ні 8-ге көбейтсем 40, 0 жазылып 4 ойда. 7-ні 6-ға көбейтсем 42, ойдағы 4-ті қоссақ 46, 6 жазылып 4 ойда. 7-ні 9-ға көбейтсек 63, ойдағы 4 пен 67. Келесі 4-ті 8-ге көбейтсек 32, 2 жазылып 3 ойда. 4-ті 6-ға көбейтсек 24, ойдағы 3 пен 27, 7 жазылып 2 ойда. 4-ті 9-ға көбейтсек 36, ойдағы 2 мен 38. Және келесі 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 0 жазылып 4 ойда. 5-ті 6-ға көбейтсем 30, ойдағы 4 пен 34, 4 жазылып 3 ойда. 5-ті 9-ға көбейтсем 45, ойдағы 3 пен 48. Және 4 бар. Қосынайық 0,
8, 4 бір ойда. 9 бір ойда, 2 және 5 шығады. Келесі 3952-ні бөлеміз 52-ге. 395-тен қайрайық. Және 7-ден берейік. 7-ге көбейтсек 364-ге тең. Сонда азайтсақ 31. Келесі 2-ні түсірейік. 6-дан берейік. 312. Демек 76-ға тең. Және соңғысы 33855-ті 111-ге бөлеміз. 338-ден берейік. 3-тен береміз. Көбейтсек 333. Азайтсақ 5. 5-тен береміз. 0. 55-тің өзі 5-те түсірейік. 555-ті 111-ге бөлсек 5-ге тең. Ал 5-ті 111-ге көбейтсек 555. Келесі 8-ші есеп. Тапсырманы орында. Кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала таңдады. Олар 5, 8, 13 және 15 жаста. Балалардың аты Айна және Бауыржан, Шолпан және Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барады. Айна Бауыржаннан үлкен. Ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. Сонда әр баланың жасы нешеде? Яғни Айна Бауыржаннан үлкен. Демек біз дұрыс жаздық. Бірінші Айна. Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. Яғни берілген сандардың ішінде 3-ке бөлінетін сандарды іздейік. Мысалы 5-ке 8-ді қоссақ 13, 3-ке бөлінбейді. 8-ге 13-ті қоссақ 21, 21 3-ке бөлінеді. Және басқалай нұсқалар сәйкес келмейді. Демек Айнаға 13 жасты берейік, Шолпанға 8 жасты берейік. Және Айна Бауыржаннан үлкен деген. Демек бізде қалған жастар 5 және 15. Айна үлкен болса, демек Бауыржанның жасы 5-те болу керек. Сонда Күләш 15-те. Келесі 9-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Әлия сөреге көк, сары, қызыл түсті 3 шарды қоюы қажет. Ол мұны неше тәсілмен орындай алады? Алдымен көк түсті К әрпі деп жазайық. Сарыны С әрпі, қызыл түсті Қ әрпі дейік. 3 жардан қойып шығу керек. Демек, алдымен көк түс, сары түс және қызыл түс. Келесі көк түс, қызыл түс және сары түс болуы керек. Үшінші сары түс, қызыл түс, көк түс және сары түс, көк түс, қызыл түс. Енді қызыл түстен бастайық. Қызыл түс, көк түс, сары және қызыл түс, сары түс, көк түс. Демек барлығы 6 тәсіл болады.